Сәлеметсіздер ме достар, тас пен құмның бүйрекке жиналу себептері бүгінгі тақырып. Менің ақпаратым сіздерге қызықты болса, тегін лайк басып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Сонда ғана сіз қажетті ақпаратты жоғалтып алмай, үнемі бірінші көретін боласыз. Жаның мен тәніңді мұқият тыңдай біл. Оның сырын ұқ, үніне құлақ тұр дейді даналар. Әдетте ауырғанда ғана біз денсаулығымыздың қадірін білетініміз өкінішті. Негізі бұл тұрғыда Европа елдерінен үйренеріміз көп. Ол жақта жас кәрісіне қарамай спортпен айналысады. Салауатты өмір салтын ұстанады. Жақсы әдет біздерге де жұғысты болса екен деймін. Бел ауруы бүйрекке тас байлануының ең алғашқы белгісі. Науқастың бүйрек тұсынан шаншу қадалып, сыздап ауыра бастайды. Шаншу кіндікке бүйрек пен қуық арасындағы түтікше бойымен шапқада берілуі мүмкін. Бұл кезде науқас адам лоқсып, құсады, іші кебеді. Сөйтіп несепте қан түйіршіктері пайда болады. Сондай-ақ дененің қызуы көтеріліп, кіші дәретке жиі барғысы келе береді. Ал ауру асқынған тұста несеп ағар түтікшесіне кішкентай түйіршік тастардың тұрып қалуынан зәр жүрмей қалады. Ал бұл кез келген адам үшін өте қауіпті жағдайлардың бірі. Бүйрек организмнің тұз алмасуына қатысады. Ағзадағы шамадан тыс тұз көлемін шығарып тастап отырады. Біз егер өз рационымызда зиянды заттарды және тұз көлемін өте көп қолдансақ, сәйкесінше көп көлемде тұздарды шығарып отырады. Ол өзінше зәр шығару жолдарында тұздардың түзілуіне, яғни бір-бірімен қосылып кристалданып, зәр жолдарын бітеп және басқадай зақымдап инфекцияға ұшыратады. Негізі тастың көлемі үлкен болып зәр шығару жолдарын бітеп қалса да, жедел бүйрек жетіспеушілігіне әкеледі. Бұл медицинада блок почки деп аталады. Күнделікті өмірде негізінде адамдардың 90%-ның ақауы бар. Яғни тәуліктік суды жеткіліксіз тұтынуы, ересек адам күніне 2 литрге жуық су ішу керек. Жеткіліксіз тұтынуы арқасында судың адам әртүрлі ауруларға ұшырауы мүмкін. Сондай-ақ тұзды шамамен аздап қолданған дұрыс. Несепте тұздың кристалдану қабілеті көп болғанда адам ағзасына тастар түзіледі. Бүйректегі тастар әртүрлі болады. Тастың түріне қарай мамандар қандай аурумен ауыратыныңызды анықтайды. Кальцийлі тастар көбінесе 20-30 жас арасындағы ер адамдарда пайда болады. Ал жіңішке ішек ауруында тастардың осы түзілу қаупі артады. Цистинді тастар цистинурияға шалдыққан адамдарда түзіледі. Бұл тұқым қуалайтын ауру. Ал струбетті тастар негізінен несеп шығару жолдарының инфекциясына шалдыққан әйелдерде кездеседі. Бұл тастар үлкен өлшемде жетіп, бүйрекпен несеп қатты бітеп қалуы мүмкін. Оның алдын алу шаралары ол минералды сусындарды аз қолдану, суды күнделікті өмірде көп қолдану. Мысалы, минералды сулардың ішінде тәтті, газдалған сусындарды аз қолдану және минералды сусындардың өзінде аз қолдану. Егер адамның денесінде құмы бар екені анықталса, немесе тасы бар екені анықталса, дәрілік жолмен шешу керек. Егер тастың көлемі аз болса, құмға айналдыру арқылы шешуге болады. Ал егер тастың көлемі үлкен, немесе тығыздығы қатты болса, зәр тасты еріткіш дәрілерді қолдануға болады. Бүйректегі кішкентай тастар мен құмдарды әдетте несеппен бірге өздігінен де шығаруға болады. Бүйрек пен қуық жолдарына байланған тасты түсіру үшін халық медицинасында бұл қызықты жағдай. Жантақ шөбін пайдаланған. Жантақ құмды аймақтарда өсетін түйе малының негізгі қорегі. Кәдімгі түйе жейтін шөп. Дәрілік шөптің осы жантақтың іс жүргізетін, несеп айдайтын, тер шығаратын, өт жүргізетін және қабынуға қарсы әсер ететін қасиеті бар. Ал өсімдіктің жапырақтары мен бұтақтарынан жасалған тұнбаны жөтел басатын дәрі ретінде және бүйрекке тас байланғанда пайдаланса, жақсы нәтиже береді. Құрметті достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Ал сіз бүйрекке тас пен құмды жинамау үшін қандай амалдарды қолданып жүрсіз? Жазып пікір қалдырыңыз.
Келесі видеомдағы менің пайдалы кеңесім бүйректі емдейтін тағамдар туралы. Тегін лайк басып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз мықты болып, бүйрегіңіз ауырмасын. Сау болыңыздар. Көріскенше.